Тақырып: Ахмет Байтұрсынұлы кім? Будан сөздер емлесі. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі. Мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алаш Орда өкіметінің мүшесі. Ахмет Байтұрсынұлының «Қазақтың бас ақыны» деген көлемді мақаласы әдебиеттану ғылымындағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі. Мақалада ұлы ақын Абайдың тарихи миссиясы, рухани болмысы, өлеңдерінің ұлттық сөз өнеріндегі маңызы, көркемдік эстетикалық сипаты баяндалған еді. Ол Абай өлеңдерінің даралығын, сөзі аз, мағынасы көп тереңдігін, сыншылдығын ұғындырды. Будан сөздер. Будан сөздер тілдердің өзара ықпалы нәтижесінде пайда болған хибрид сөздер. Олар тілдің ішкі даму заңдылықтарын мен сыртқы ықпалдың көрінісі. Будан сөздер жаңа ұғымдарды тез қабылдайды, қоғамдық санада тез орнығады, термин қалыптастыруда маңызды қызмет атқарады. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: кім көп табады? Төменде берілген кластерді толтырыңдар. Дескриптор: кластерді толық және дұрыс толтырады. Кірген ақпаратты мазмұнға сай орналастырып, дұрыс түсіндіреді. Екінші тапсырма: кестені толтырыңдар. Кім көп табады? Дескриптор: кестедегі барлық ұяшықтарды дұрыс толтырады. Мәліметтерді логикалық және мазмұнға сай орналастырады. Үшінші тапсырма: бүгінгі заман мәселелері туралы ойларыңмен бөлісіңдер. Дескриптор: бүгінгі заман мәселесін нақты атап, өз ойымен түсіндіреді. Пікірін логикалық түрде қысқа әрі түсінікті жеткізеді.